Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дайындалу жолы өте оңай әрі жылдам уақытта дайын болатын осындай кереметтей минутка самсаларын дайындаймыз. Биылғы жылдың трендіне айналған осындай әдемі тюльпан үлгісінде түйеміз. Қамырды ешқандай жайып, ортасына май жағып отырмайсыздар. Әсіресе асыққан кезде жасасаңыздар өте ыңғайлы әрі дәмді болып шығады. Қамырымызды илеу үшін бізге ұн және де морозильниктен шыққан салқын сары қажет болады. Майымызды осы ұнға аунатып, дәл видеодағыдай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Мінекей осылайша барлығын теркадан өткізіп дайындап алдық. Енді осы ұн мен майды қолымызбен жақсылап біріктіріп араластырамыз. Бізде осындай кішкене крошка пайда болады. Енді үстінен қопсытқышпен тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге қамырды илеу үшін тағы да қаймақ қажет болады. Қаймақ болмаса, орнына айран, сливке қоссаңыздар да болады. Ұнымыздың үстінен қаймақты салып, енді барлығын жақсылап қолымызбен араластыра отырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Басқа артық ұн, су қосып қажет емес. Осылай араластырып отырсаңыздар, өзі біркелкі қамырға айналады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Енді осы қамырымызды пакетке салып, 20 минут уақытқа немесе жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Самсаның салмасы үшін бізге тауықтың төс еті, пияз, помидор, болгарский, сыр және дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қажет болады. Сіздер салмасына өздеріңіздің қалаған үйде бар заттарыңызбен жасай берсеңіздер болады. Фаршпен, асқабақпен, картошкамен де жасасаңыздар жақсы шығады. Барлығын осылай кубиктап турап аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұз бен бұрыш қостым. Мінекей енді барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің самсамыздың салмасы дайын болды. Енді тоңазытқышта жарты сағаттай тұрған қамырымызды алып, таразыға грамын өлшеп алдым. Менде 905 грамдай шықты. Енді барлығын теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Егер сізде таразы жоқ болса, көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Мен шамамен 45 грамнан бөлдім. Сонда барлық самсаларыңыз бірдей шығатын болады. Енді бөліп алған әрбір бөлік қамырымызды осылай қолымызбен дөңгелектеп, шарик тәріздес етіп дайындап қоямыз. Қамырдың беті кеуіп қалмас үшін міндетті түрде мата сүлгімен немесе пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Енді қамырды шетінен алып, жаюды бастаймыз. Қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болғандықтан жаю барысында жабысқақтау болуы мүмкін. Сол себепті аздап ұн себелеп отырып, осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Шет-шеттерін ғана баса отырып жайсаңыздар болады. Қатты қалың да, қатты да жұқа болып кетпесін. Мінекей осылай әдемелеп жайып алдық. Енді дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың ортасынан бір кесесіздер және де салмасын салып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай асықпай осылай орап, әдемі тюльпанның формасында түйіп аламыз. Төменгі жақтарын міндетті түрде қолымызбен жақсылап қысып бекітіп аламыз. Пісу барысында ашылып кетпеуі керек. Осылай жақсылап қысып бекітіп алыңыздар. Ешқандай тесік қалып кетпеуі керек. Бұрын соңды жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Алғашқы кезде қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ жасалу жолы өте оңай.
Мінекей осылай әдемілеп самсамызды түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті болып көріну үшін тағы да біреуін түйілуін көрсетейін. Асыққан кезде, аяқ асты қонақтар келіп қалған кезде жасасаңыздар керемет. Уақытыңызды да үнемдейсіз. Сонымен қатар бұл самсаның дәмі өте керемет, нәзік, ауызда ерейтіндей болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей барлық самсаларымызды осылайша әдемі түлфаның формасында түйіп алдық. Енді пісіретін формамызға орналастырамыз. Беттерін жақсылап, жұмыртқамен осылай беттеріне жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт болмаса мақ сепсеңіздер де болады. Осылайша формамызға арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Пісу барысында бір-біріне жабысып қалмауы керек. Мінекей дайындап алдық. Енді алдын ала 190 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей осындай әдемі болып пісіп шықты. Әсіресе бұл самсаны ыстықта жесеңіздер, енді дәмі сондай керемет, ауызда ерейтіндей болып шығады. Және де дастарханға қойғанға өте сүйкімді, әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына 100% сенімдімін. Менің каналымнан басқа да көптеген рецептерді таба аласыздар. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.